Бетіңіздегі секпіл мен әжімдерден тезірек әрі оңай құтылғыңыз келсе, осы лимон қосылған күріш маскасын міндетті түрде жасап көріңіз. Ол үшін бізге ұсақталған күріш қажет. Күрішті осындай ұн тәріздес етіп ұсақтап, күріштен 1 шай қасығын бір кесеге саламыз және оның үстіне 1 ас қасық лимон шырынын қосамыз. Лимон қышқылы бет терісін ағартатын қасиетке ие. Және оның үстіне бетіңіз егерде құрғақ болса, зәйтүн майынан жарты шай қасығын қосатын боламыз. Егерде бетіңіз майлы болса, зәйтүн майын қосудың қажеті жоқ. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Таза бетке осы дайын болған маскамызды жақсылап тұрып жағып шығамыз. Егерде бетіңізде аллергия болатын болса, онда осы масканы білегіңізге жағып 10 минутқа ұстап, байқайсыз, егерде теріңіз қышып, қызарса, онда бұл масканы қолдануға болмайды деген сөз. Егерде ешқандай қышымай, барлығы жақсы болса, онда масканы жасай беруге болады. Масканы бетімізде 10 минут ұстап, жылы сумен жуып тастаймыз. Маскадан кейін бетім өте жұмсақ болып қалды, және де кепкен соң бет терісінің бірден тартылғанын байқайтын боласыздар. Достар, бұл масканы 1 аптада 2-3 рет жасаймыз. Жасау курсы әдеттегідей 1 ай. Егер масканы 1 ай үзбей жасайтын болсаңыздар, бетіңіздегі қара дақтар ағарып, кеткенін байқайтын боласыздар. Достар, егер маска ұнаса, видеоға лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.